Баршаңызға қайырлы күн, менің құрметті YouTube көрермендерім. Мен сіздерге бүгін осындай сүзбеден жасалынатын керемет Рафаэлло пирогын үйрететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Пирогтың қамырын дайындау үшін осылай жұмыртқаның ақуызы мен сарыуызын бөліп аламыз дағыны. Бір жұмыртқаның сарыуызын кокоспен сүзбенің ішіне қосып араластырып, және қант ұнтағын салып, ең бірінші пирогтың ішіне салатын салмасын, яғни Рафаэлломызды дайындап алатын боламыз. Бұл пирогтың дәмі өте керемет, және де сіздердің де жасап көрулеріңізді сұраймын. Ең алдымен осы Рафаэлломызды шариктеп дайындап аламыз. Егер қаласаңыздар ішіне кешью жаңғағы, я болмаса миндаль жаңғағы деген сияқты кез келген жаңғақты салып жасасаңыздар да болады. Бұл міндетті емес. Пирогтың рецебін описание бөліміне міндетті түрде қалдырып қоямын. Ал енді қамырын дайындайтын болсақ, ақуызды кішкене шым-шым тұз салып, аппақ көпіршік болғанға дейін көпіртіп аламыз. Миксермен миксерлейміз де, одан кейін осындай формасын жақсы ұстағаннан кейін барып, сарыуызға қантты түгелімен салып, бөлме температурасындағы сары майымызды салып, енді осыны миксерлеп аламыз. Сосын соңында ұнды салып, қамырды кішкене қоймалжың етіп дайындап аламыз. Және қамырдың құрамына да сүзбеден шамалы салып қоямыз. Енді мынау ұнды араластыратын кезде жұмыртқаның ақуызынан сәл салып, қамырды араластырғаннан кейін барып, ұнды саламыз. Егер де сәл ақуыздан салмай, құр өзімен араластыратын болсақ, онда миксерімізге ауырлап кетеді дағыны, миксеріміз сынып кетуі мүмкін. Сол себептен сәл ғана ақуыздан салып, қамырды кішкене сұйылтып аламыз. Ас содасын салып, осылай араластырамыз. Ас соданы ешқандай уксуспен, ешқандай лимонмен көпіртудің қажеті жоқ. Қалған ақуызды осылай үстінен жай ғана араластырып отырып, қамырды дайындап аламыз. Дайын болды. Енді осы қамырды кішкене жарты бөлігін какаомен араластырып, жарты бөлігін осындай ақ күйінде қалдырамыз. Бөлінген қамырға 2 қасық какаомызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Бір қалыпты әдемі түске енгенге дейін осылай қамыр жасап аламыз. Менде 26-лық диаметрлі формаға осылай астына пергамент төсеп, қамырды жаймалап аламын. Үстіне осындай шоколадты қамырымызды салып, екеуін қабаттап жайып аламыз. Осылай 2 түрлі қамырды төсеп алған соң, домалақ Рафаэллоларымыздың барлығын осылай орналастырып шығамыз дағыны, пирогты пісіріп аламыз. Каналымды қолдап кетулеріңізді сұраймын, тіркеліп және де лайк басып қойсаңыздар. Менде пирогым 180 градуста 25 минутта пісті. Енді бетіне крем жасау керек. Негізінде піскен кезде осындай кішкене құрғақтау болып тұрады. Сол себептен міндетті түрде сироп дайындауымыз қажет. Сиропты дайындау үшін 1 бокал ыстық сүтке 2 қасық қант толтырып саламыз дағыны, бетіне құйып шығамыз. Сироп сіңіргеннен кейін барып, бетіне осы кремді жағып шығамыз. Құр сливкидің өзін шамалы ғана қант ұнтағымен қосып, осылай крем жасап аламыз. Сливки міндетті түрде өте салқын болуы керек. Бұл пирог арнайы тапсырысқа жасалынғандықтан мен оны бөліп көрсете алмаймын. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнап жатса, міндетті түрде комментарий бөліміне өздеріңіздің пікірлеріңізді айта кетіңіздер. Келесі видеоларда көріскенше қош сау болыңыздар.